Енді бір қайталап өтейік. Аятта антпен басталды. Көрдіңіздер, инжирге, зәйтунға, Сина тауына. Сина тауының ерекшелігі не? Қандай тау дедік? Сабақтың басында. Аллаху Teala'ның Musa aleyhisselamмен тікелей сөйлескен тауы. Вәһәзәл бәләд әл-әмин, қалаға серт деп отырмыз. Қай қала? Мекке ма? Мекке қаласы еді. Енді ант келгеннен кейін анттың жауабының басына лә. Қад, расында, шынында, халақнал инсана фи ахсани тақуим, адам баласын ең көркем бейнеде, жаратылыста жараттық. Түмма содан кейін рададнаху, оны жеткіздік десек те болады, қайтардық. Оны ең төмендердің төменіне деп аударыпты. Сол сияқты ең қартайған шағына да жеткіздік дегені де бар. Мына жерде бізде тәпсірге сай аударған. Алайда бірақ әллазина аману ва амилу салихат, иман етіп салих амал істегендер келетін болсақ, немесе кім иман етіп салих амал істейтін болса, фәләхум, олар үшін бар деген мағынаны хабар мұқаддаммен басталатын сөйлемдерде өзіміз қосып айтамыз. Фәләхум, сондықтан мына жерде қараңыздар, бар деп тұр. Бірақ иман келтіріп ізгі істегендер басқа дегеннен кейін точка қойғанда, оларға таусылмас сыйлық бар деп екі сөйлем түрінде аударған. Негізінде бірақ сөйлем, алайда алдыға шығу себебі ударение, бұған мән беріп тұр. Иман етіп салих амал істегендерге, міне соларға деп кабутарыз күшейтіп айтқандай болады да. Үзілмейтін, кесілмеген, жалғасатын таусылмас сауап бар. Олай болса, мә юкадзибука, саған өтірікке шығартқызған нені? Дінді. Бәғду, осыдан кейін, осы нәрселерді білгеннен кейін саған өтірікке шығарғызып тұрған не нәрсе? Әлейсаллаху би әхкамил хакимин. Аллаху Теала үкім етушілердің ең данасы, ең жоғарғысы деп аударған екен, ең данасы емес пе? Ин сүресін осымен қыздар аяқтаған болдық. Бүгін жаңа сүреге өтпейміз. Енді сіздерге келейік, яғни бүгін қандай жаңа мәлімет үйрендік деп ойлайсыздар сіздер үшін? Грамматика тұрғысынан ғой. Мысалы, мынаның бәғда болмай бәғду болуы не үшін? Мысалы, жаңа бір ғана айтып кеттік, соны еске түсіруге тырысыңыздаршы, не деп айттым осы жерде? Бұл сіздерге кішкене өздеріңізге кодировка жасау үшін. Негізі бәғдәл амал деп келеді дедік. Айда бәғду деп келу себебі, егер мерге нүкте қоятын болсақ, артында мудаф илейх түсіп қалса, осылай келеді. Дәл солай қаблу. Қабля, бәғда дегендер өзі фәтхамен аяқталады ғой, зарф болғандықтан. Пысықтауыштар әдетте тағсиптігінде келеді арабшада. Ал түсіп қалса, артында негізі түсіп қалған, міне осыдан кейін, мынандай жағдайдан кейін, Аллаху Теала ең көркем түрде жаратқаннан кейін, оның кейін сондай қартайған шағына жеткізгеніне қарамастан, иман еткен кісілерге мынандай кесілмес сыйлар болуына қарамастан деген сияқты ғой. Осылардың бәрінен кейін адам баласына не нәрсе? Өтірікке шығарғызады. Мына кәнің қызметі не дедік бұл жерде? Жасылмен боясақ. Әдетте жасылмен қандай мүшені бояп жүргенімізге назар аудардыңыздар ма, қыздар? Мына жерде мысалы жасылмен боясақ, бұл қандай мүше? Мына жерде мысалы ас-салихат қай мүше еді? Мудаф илейх қоя. Жоқ. Кесрамен келуіне байланысты мудаф илейх демеңіздер. Етістіктен кейін мудаф илейх келемайды.
Нені дейміз ғой, толықтауыш. Әт деп кеткен кезде кесірмен келіп тұр. Негізі жекеше түрдегі сөз болса, бұл салиха болатын. Әт болған үшін ол кесірмен келіп тұр. Бұл толықтауыш. Сіздерге көк түспен, ақшыл көк, жай көк түспен бастауыштарды қойып жүрміз. Жасыл түспен толықтауыштарды. Арабшада саған деп келетін кімге, неге деген барыс септігінде келген бізде жанама толықтауыш деп айтады оны. Қазақша грамматикада. Кімді, нені деген сұрақтан басқаның бәрін жанама толықтауыш дейді да, ал арабшада ол тікелей толықтауыш бола береді. Оның мәнін түсіну мынандай нәрсе ғой. Ма юказзибу әл-инсана, қараңыздар. Адамды өтірікке шығару емес, адамға өтірікке шығартқызу. Адамды өтірікке шығаруға мәжбүрлеу деген сияқты. Екші. Содан кейін харфу жері бар бұл етістіктің биддин. Адамға дінді өтірікке шығарғызған не? Сонда мына адамға деген бізде мәфул бихи болатын болса, оны есімдік түрінде айтқанда етістікке қосылып кетеді. Осындай түрде. Ал етістіктерді харфу жерлерімен бірге жаттауымыз керек. Юказзибу бимен әдетте келеді. Кішкене уақытымыз болғандықтан біз қазір мұхтасар тәпсірден қарап жатырмыз, қыздар. Муяссар тәпсірге де қарай кетейік. Настағиду билля. Ақсамаллаху биттини уа зайтун. Не деген сөз? Ақсама Алла. Алла ант етті. Биттини. Тиін менен зайтунға. O не еді тин? Тиін деген. Әнжер, зайтун. Уахума, ол екеуі, минас симар, жемістерден, әл-мәшхурати, мәшхур, yani, белгілі. Уа ақсама, серт етті. Би жабал, жабал не еді? Тури сейна. Тау. Evet, ya, Turi Seyna tağım. Ellezi kellem Allah, söylesti Allah aleyhi, onun üstünde Musa taklimen. Allah-u Teala onun üstünde, o tağın üstünde Musa men söylesti. Ve aksama bihazal beledil emin, cenede mına kavupsız bibit kalamen ant etti. Neden kavupsız? Min kulli kavfin. Yani kez kelgen kavupten aman kalamen. وهي مكة مهبط الوحي واحد تسكنجيرة لقد خلقنا الإنسان شنمان دي جراتك أدامدك في أحسن صورة وت ين أدم سورتي ثم رددناه أدان كين قيتردك إلى النار وطقا قاي كزدي إن لم يطيع الله يجير الله غايتها يتبسي ويتبع الرسل және пайғамбарларға ермесе. Ләкин алайда الذين آمنوا иман еткендер وعملوا الأعمال الصالحة не деген сөз? Салих амал істегендер. لهم أجر. Оларға әжір бар, сыйлық бар дейді. Қандай әжір? Азим. Ұлы сыйлық. غير مقطوع. غير مقطوع ولا منقوص. ممنون не мағынаға келетін еді? غير ممنون. Kesilmейтін, Kesilmейтін, таусыл, манқус, ешқандай кемшіліксіз, kesilмеген әжір, сауап бар. Харакатсыз тәпсір оқу деген осындай нәрсе. Одан қатты бір қорқудың керегі жоқ. Оқи жаттуға болады. Фама юказзибка баъду биддин айю шайин яхмилу, бұл жерде де дәл солай беріпті. Ала ан туказзиба бил баъси. Қараңыздар, мына жерде Апай, осы мұхтасар ненің сілтемесін жіберіп қоясыз ба? Иә, бұл сілтемені жіберейін сіздерге. Жеңіл екен несін тілі. Негізі тілі жеңіл, әрі арабшаларыңызды мен өзімнің оқушыларыма да әдетте синоним сөйлемдеріңізді дамытқыларыңыз келсе, пожалуйста, тәпсір оқыңыздар. Мысалы, бұл жерде мен мына жерде сіздерге көрсете кетейін, бұл қашыншы аят, 7-ші аят, иә, тілінің. Екеуін салыстырып көрулеріңіз үшін айтқым келіп тұр. 7-ші аят дедік па?
Sağ жаңа мұхтасар тәпсірден оқыдық қой. Қараңыздаршы. Аля тәкзиб дейді. Ал мына тәпсірде не деп тұр? Аля ән түкәззиб. Ән түкәззиб дегенде арабшада мастар, ән келгендіктен. Ал мына жерде тікелей мастар. Әт-тәкзиб. بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرته الكثيرة أجر برديك. أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بجعل يوم القيامة bu muhtasar tafsir bizden. Al endi mına tafsirde ne degan ekan? أليس الله hay Allah الذي جعل жасаған. Neni жасаған? هذا اليوم бұл күнді. Не жасаған? Lil fasli ажырату үшін. Бәйнән нәси адамдар арасын ажырату үшін. Yani үкім беріп, сауап істегенге сауабын, күнә істегенге жазасын беру үшін. Әлейсаның хабары би әхкәмил хакимин. Фи kulli ma халақ. Әрбір жаратқан нәрсесінде ең дана